өз киномызға келіп өйстіп ерексіп қайтамыз деп кім ойлаған, ә? Достар, біз бейшарашке өнде екен. Короче, премьераға келем, 1000 адаммен суретке түсем, көріңдер ғой видеода. Бәрімен суретке түсем, 1 сағаттай түсіп, әрең дегенде ана залға қарай өтіп кетем ғой, жіптер тартып қойғанға дейін. Ішіне адам өтпесін депші. Өтіп кетем, артыма қарасам, орынтай жоқ қой, короче. Қарасам ана охранамен деп тұр ғой, мен еркеламен барам да, короче, жігіттер өткізіп жіберіңдерші деймін. Менімен жүр. Сөйтсем охранаға, походу, мен түрім ұнамай қалды деймін. Түрің жинаш дейді ғой, сол мен түрің жинаш деген сөзім жаман тиіп кетті. Қалай түрің жинаш? Анау да қайтпай деген, в общем, негізі премьера деген негізі андай культурный жер болу керек қой. Саламат, ғафу етіңіз, өтіп кетейік, туда ана жерде айнаулақ жіберді, короче. Сонымен ерексіп, в общем, түсінбеді, короче, сонымен кетіп қалдым премьерадан. Бұндай премьераларына рахмет. Бейшарашки киносы бейшарақ жіберді, короче, адам. Сонымен қайтып кеттім премьерадан. Осылай Еркебұлан Тоқтардың трагедиясы бітті. Енді сіздер не дейсіздер манасыға? Өтір ерегесіп, одан кейін қайттан тазы басып, или бұл жерде бір нәрсе бар ма, реклама ма, или не? И болса да енді Еркебұлан азамат мағыз өзінің кәдімгідей ерке екенін дәлелдеді. Бірақ ма екі тұрған жігіттің істеген істері дұрыс емес деп халықта жазып жатыр, комментарий жазып жатыр. Енді сіздер не дейсіздер? Енді сізде видео қандай болса каналға лайк басып тұрып, видеоның астына өздеріңіздің ойын жазып кетіңіздер. Обязательно жазып кетіңіздер и каналға тіркеліп қолдап кетіңіздер.